Багира есімді қара пантера джунглиде жасырынып жатқан жетім баланы тауып алып, оны құтқарады. Содан кейін кішкентай балаға ең жақсы үйді табамын деп үміттеніп, Багира оны асыл және әділ көсемі Акара басқаратын қасқырлар тобына апарады. Акара баланы еш ойланбастан қабылдап, оны өзінің ұрғашыларының бірі Ракшаға тапсырады. Оны өз балаларының бірі ретінде өсіре алады. Бірақ егер көпір құлап кетпесе, мен оған өзім жетер едім. Кішкентай бала менсінбейтін адам болса да, Ракша оған бірден ғашық болып, оған Маугли есімін береді және оны джунглиде құнды дағдылар мен адамгершілік құндылықтарды үйрету арқылы тәрбиелейді. Бірнеше жылдан кейін кішкентай адам баласы Маугли қасқырлардың арасында өсіп, топтың барлық мүшелері, әсіресе оның інісі қасқыр Грей жақсы көретін шебер, жан-жақты, құрметті балаға айналды. Маугли лерттегі қасқырлар мен джунглилерді басқаратын заңдарды шын жүректен қабылдайды. Мен оның өлгенін қайдан білдім? Бірде Бахира джунглидегі қасқыр сияқты Мауглидің шеберлігін сынау үшін модельдеуді бастады. Ол Мауглиді джунгли арқылы қуып өтіп, баланың үрейі үшін оны ұстап алады. Сіз мен көрген ең қорқынышты қасқыр болуыңыз керек. Осыдан кейін Бахира балаға мейірімділікпен оның кейбір дағдыларын жетілдіру бойынша бірнеше кеңестер беріп, оны қасқырларға қайтарады. Дәл осы жерде Ракша Мауглиді Бахираның сынағынан өте алмағаны үшін жұбатып, одан бас тартпауға шақырады. Егер бұл олай болады. Кешке қасқырлар төбелердегі Акара тағының айналасына жиналғанда, Акара оларды Мауглимен бірге бастап барады, және олар джунгли заңын, өз түріне қарсы әрекет етуді ескертетін декларацияны оқиды және сессияны өздерінің сауда белгісімен аяқтайды. Бірнеше айдан кейін джунглиде құрғақшылық маусымы басталып, биылғы жыл ең ыстық және ең құрғақ жылдардың бірі болып табылады. Осыдан кейін көп ұзамай бейбітшілік жартасы пайда болады. Бұл су бітімінің басталғанын білдіреді. Ол құрғақ мезгілде жұмыс істейді және өзен жағасындағы кез келген джунгли жануарларын аулауға тыйым салады. Бұл барлық джунгли тұрғындарына қауіпсіз түрде жақындауға және өз өмірлерінен қорықпай су ішуге мүмкіндік береді. Бұл өте дұрыс. Ракша Мауглиді және оның қалған балаларын өзен жағасына шығарып салады және Мауглиге аң ауламауды ескертеді. Және көптеген джунгли жануарлары бұрын соңды адам баласын көрмегендіктен ол тым көп назар аудармауға тырысуы керек екенін айтады. Жарайды. Енді мен бара аламын ба? Жануарлар су іше бастағанда, Маугли шынаяқ тәрізді ыдыстарды суырып алып, оны арқанға іліп, өзенге сүңгіп кетеді. Ал бәрі оны аң-таң болып бақылап отырады және су ішіп үлгереді. Бұл Ракшаға ұнамайды. Трюктерді қолдану қасқырдың ісі емес екенін алға тартты. Маугли кешірім сұрайды және ол жасөспірім қасқыр бауырларымен ойнауды жалғастыра бергенде, қорқынышты аура өзенді қоршап алып, көңілді қарым-қатынасты үзеді. Бірнеше минуттан кейін Шер хан есімді қорқынышты жолбарыс көлеңкеден шығып, қазір шошып кеткен жануарлар тобына қосылады. Менен бір қадамда алыстама. Бірнеше минуттық реніштерден кейін Шер хан бітімгершілікті сақтауға уәде береді. Бірақ адамды өз түрімен бірге өмір сүруге қалдыру керек екенін байқайды. Жаңбырлы маусымда су бітімі аяқталғаннан кейін қайтып оралуға және джунглиде тәртіп орнатуға уәде береді. Адам баласына жеке күтім жасау. Алдағы бірнеше айда бәрі өз қалпына келеді және Маугли таңғажайып пейзаждар мен ерекше достарының ортасында өзінің ерекше балалық шағынан ләззат алуды жалғастырады. Бітім туралы ұмытпаңыз. Мен бұл оқиғаны білемін, Бакс. Жаңбырлы маусым бірнеше айдан кейін қайта оралып, джунгли өмірмен жарқырай бастайды. Акара Мауглидің болашағын және Шер ханның қауіп қатерімен қалай күресуге болатынын талқылау үшін қасқырлар кеңесін жинап жатыр. Бірақ оның мүшелері арасындағы алауыздықты бірінші рет байқап отыр. Кеңестің кейбір мүшелері Шер ханның ескертуіне байыпты қарауды және Мауглиді әлемнің арғы жағындағы адамдарға қосылуды ұсынады. Осылайша ол да, олардың тобы да қауіпсіз болады. Ал басқалары, соның ішінде Ракша, джунгли Маугли бұрын соңды білмеген барлық нәрсе деп санайды және олардың балаларын қауіпсіз ұстаудың жалғыз әдісін ұсынады. Оған сол жерде қалып, өз қауіпсіздігі үшін күресуге рұқсат етіңіз. Сіз не туралы айтып тұрсыз деп ойлайсыз? Маугли бұл ойларды алыстан естіп, кеңестің отырысын үзіп, қасқырлардың қауіпсіздігі туралы алаңдаушылығымен бөлісіп, оларды тастап кетуге шешім қабылдады. Ракша оның ұсынысына ашуланып, оған ұрыса бастайды. Мен кетемін. Бахира араша түсіп, Мауглиді қайтып келе жатқан жеріне дейін ертіп баруды ұсынып, барлығын тыныштандырады. Маугли мен Ракша эмоционалды түрде қоштасады. Ал бала анасына бәрі реттелгеннен кейін оған қонаққа ораламын деп уәде береді. Бахира мен Маугли бірден ұзақ сапарға аттанады. Онда Маугли қаладан аулақ болу үшін қосыла алатын жануарлардың әртүрлі топтарын талқылайды.
қатыгез жолбарыс. Бірақ біраз қашықтықты жүріп өткеннен кейін Бахира олардың адамдар ауылына бара жатқанын хабарлайды. Өйткені бұл оның қауіпсіз болатын жалғыз жері. Мен сені адамдар ауылына апарамын. Бұл жұп бір-бірінің ортасында рахаттанып, шексіз джунглилерді кезіп, пілдер үйіріне тап болады. Бахира Мауглиді сиқырлы жануарлардың алдында иілуге үйретеді, және олардың қажырлы және шығармашылық еңбегімен джунглиді тудырған бірлік екенін түсіндіреді. Дуэттің саяхаты жалғасып жатқанда, Маугли джунглиде қалуының әртүрлі себептерін елестетуге тырысады. Егер мен Нілмен бірге тұрсам ше? Жоқ, бірақ бұл дана Бахираны сендіре алмады. Бір күні екеуі шалғынды аралап келе жатқанда, Бахира әдеттен тыс қозғалыстарды байқап, Мауглиге кездесу орнын көрсетіп, оған тезірек жүгіруді бұйырды. Бала бұйрыққа жауап бермей тұрып, Шере хан жоқ жерден секіріп түсіп, оған шабуыл жасамақ болды. Бахира тез арада араша түсіп, жолбарысты төбелеске тартып, Мауглиге қашуға уақыт береді. Көп ұзамай Шере хан Бахираны тыныштандырып, оны тастап кетеді де, баланы өзі қуа бастайды. Бақытымызға орай, бала буйволдар үйірін тауып алып, оларды қалқан және қызыл майшабақ ретінде пайдалана алады. Осыдан кейін бірден буйволдарда ашулы жолбарысты байқап, қашып кете бастайды. Маугли үйірге қосылып, олардың арасында жүгіреді. Өйткені олар таяз, лайлы арққа секіреді. Жолбарысы оны алыстан бақылап тұрғанда, Маугли буйволдардың бірінің арқасына көтеріліп, қауіптен аулақ жүреді. Басқа жерде, Ракшаның ұясында, Грей өзінің сүйікті ағасынсыз өзін жалғыз сезінеді, және анасы оны жұбатқанша ол туралы ойланып отырады. Содан кейін төбелерде әдеттен тыс қозғалыс естіледі, және барлық қасқырлар Шере ханның оларға өз бетімен қонаққа батыл келгенін түсіну үшін жиналады. Дерн, қасқырлар тобы төменнен не болып жатқанын бақылап отырғанда, Шере хан Акарадан баланың қайда екенін сұрап, оның тамырына қайта оралғанын біледі. Бұл қанішер жолбарысты қанағаттандырмайды. Ол Мауглиді азғыруға үміттеніп, кенеттен секіріп, Акараға өліммен шабуыл жасайды. Бұл басқалардың үрейіне ұшырады. Көп адам джунглиден кетіп қалды. Содан кейін Шер хан ашуланған және шошып кеткен қасқырларға бұрылып, Мауглиге қол жеткізгенше төбелер оныкі екенін ескертеді. Басқа жерде Маугли ұйқыдан оянып, буйволдың арқасына мініп отырғанын көреді. Табын ойлы қырлы сулы батпақты жерлерді кесіп өткенде, кенет көшкін болып, буйволдар арасында дүрбелең туғызды. Маугли төмендегі өзеннен абайлап, секіріп өтіп, сынған ағаш бұтағының басына бекітіліп, өзен ағысымен жүріп, джунглидің терең қабаттарына түседі. Содан кейін Маугли судан шығып, Багераны шақырып, джунглиді баяу аралай бастайды. Содан кейін ол ағаштардың бірінде ілулі тұрған піскен грейпфруттарды байқайды. Көптен бері ештеңе жемегенін түсінеді. Жүзімге жетуге көмектесетін құрал жасай бастайды, және оны дәмді жемістерге жету үшін пайдаланады. Қарны ашқан бала өзіне жақындап келе жатқан кішкентай маймылды көргенше тамақтан ләззат алу үшін тайм ауталады. Өкінішке орай, осы уақыт ішінде ол алдында тұрған маймылмен айналысады. Барлығына сәлем. Бірнеше адам оның жанына байқамай кіріп, оның жүзімін ұрлап, сол жерден қашып кеткен. Тамағын сақтап қаламын деп үміттеніп, Маугли маймылдарды ағаш бұтақтарының арасынан қуып өтіп, джунглидің одан да қараңғы және тереңірек бөлігінде қорқынышты тыныштықтан қорқып қалады. Маугли жақын жерде біреу бар ма деп сұрай бастайды, және үлкен питоннан жауап алады. Кай есімді. Ол өзінің тыныштандыратын даусымен оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуді қалайтынын айтады. Содан кейін Ка баланың алдында ашылады, және оның гипноздық күшінің арқасында оның көздері әртүрлі түстермен жарқырай бастайды. Содан кейін ол Мауглиге жақындап, оның бала кезінде джунглиге қалай түскенін айтып беруді ұсынады. Қазір Каның гипноздық күштерінің әсерін сезіне бастаған Маугли питонның айналасында айнала бастағанын түсінбейді, және бұл оқиғаны тыңдауға бейжай келіседі. Мен сіздің қайдан келгеніңізді білемін. Бірнеше жыл бұрын Мауглидің әкесі джунглиді аралап жүргенде кішкентай баласын өзімен бірге алып кеткен. Бір күні түнде әкесі жылыну үшін от жағып, аман қаламын деп үміттеніп, ұлымен бірге үңгірге тығылды. Біраз уақыттан кейін Шере хан үңгірге келіп, әкесіне шабуыл жасай бастайды. Қызу шайқас басталып, Шере хан адамды жеңіп, өлтіріп үлгереді. Бірақ ол қатты күйіп қалғандықтан, айналасын тексермей, ақ тезірек қашуға мәжбүр болады. Осыдан кейін сәбиді Багира тапқанша жалғыз қалдырады. Қазіргі уақытта оқиғаны аяқтағаннан кейін, Ка Мауглиді қасында қалуға азғыру үшін өзінің сабырлы даусын пайдаланады, және оны толығымен құшақтап,
оған шабуыл жасауды жалғастыра отырып, оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге уәде береді. Мен сені өзімде ұстаймын. Бақытымызға орай, Балу есімді қоңыр аю кездейсоқ көліктің жанынан өтіп бара жатып, не болып жатқанын байқап, көлікке шабуыл жасап, Мауглиді дер кезінде құтқарып қалды. Келесі күні таңертең Маугли өзін Балу үңгірінде көргенде шошып кетті және не болып жатқанын білмей қалды. Содан кейін Балу оны құтқару үшін қаншалықты көп жұмыс істегенін айтып, қуанып, Мауглиден жартасқа шығып, оған бал жинап, оны тойдыру үшін қарызын өтеуін сұрайды. Бұл қысқы ұйқыға дайындық. Бұл тапсырманың қаншалықты қауіпті екенін түсінген Маугли бастапқыда қарсылық көрсетті. Сіз мені әзілдеп жатырсыз ғой, солай емес пе? Бірақ ол Балудың үнемі өтініштерінің нәтижесінде шешімін өзгертті. Маугли қандайда бір өсімдіктерден өрмелеу арқанын жасап жатыр. Ал Балу оны жерден итеріп жібергенде балға қарай өрмелеп шығады. Өкінішке орай, ол сонда болғаннан кейін оның бал алу таяқшасы сынып қалады және ол бал ұясын босатып, оны балға лақтыру үшін дәстүрлі емес әдістерді қолдануға мәжбүр болады. Тапсырманың қаншалықты оңай орындалғанына қуанып, Балу Мауглиден қасында қалып, оған тағы бірнеше күн көмектесуін сұрайды. Бірақ бала бас тартады. Бұл ұсыныс. Жарайды, сондықтан біз қазір бір-бірімізге жақынбыз. Және ол джунглиден кетіп, адам ауылына тезірек қосылу керек екенін айтады. Балу Мауглиге адам ауылын көрсетуді ұсынады және екеуі бір-бірімен танысып, саяхатқа шығады. Кешке Балу баланы биік жартасқа апарады. Ол жерден олар адам ауылын көре алады. Екеуі баланың шығу тегін талқылайды. Бірақ Маугли адамдармен бірге өмір сүргенін есіне түсірмейтінін мойындайды. Мен ол жақтан келдім деп ойлайсыз ба? Бұл мәселені одан әрі талқылағаннан кейін, Балу тағы да Мауглиден біраз уақыт тұрып, оған қажет нәрсенің бәріне көмектесуге уәде беріп, көбірек бал жинауға көмектесуін сұрайды. Маугли бәрін ойластырып, қыста Балумен бірге болуға келісті. Бір күні түнде тауларға оралғанда, Гри Ракшаны оятып, оның бауырлары мен әпкелерін Шереханың азғырғанын ескертті. Ракша үрейленіп, үйінен жүгіріп шығып, жолбарысты қоршап тұрған жолбарыстың күшіктерін көргенде шошып кетеді. Ал ол оларға ертегі айтып береді. Шереханың онымен ақыл ой ойындарын ойнап жатқанын білген Ракша жолбарыстың күшіктеріне ұяға оралуды бұйырады. Қазір барайық, ұйықтайтын уақыт келді. Содан кейін ашуланған ана Мауглидің енді жоқ екенін қайталап, Шерханнан оларды жалғыз қалдыруын сұрайды. Бірақ нәтиже болмады. Және оның баласының өлгенін көргісі келетінін мойындағанын естігенде шошып кетті. Келесі бірнеше айда Маугли жергілікті ұсақ жануарлардың көмегімен балды қауіпсіз алу үшін жапырақтардан әртүрлі құрылғылар мен киімдер жасауға көп уақыт жұмсайды және оны көп мөлшерде сәтті жасай алады. Бір күні бал жинап болған соң, Балу мен Маугли жақын маңдағы өзенге жүзіп, ән айтып, көңіл көтеру үшін барды. Ал жергілікті жануарлардың барлығы оларды қуана тамашалады. Алайда, бірнеше минуттық көңіл көтеруден кейін Маугли маңайдағы біртүрлі қозғалысты байқап, қорқып, доптың артына тығылады. Содан кейін, бірнеше минуттан кейін, бала бұл дыбыстың себебі оның сүйікті багерасы екенін қуана көреді. Маугли өзінің сүйікті пантерасын сүйіспеншілікпен құшақтап, оған бір-бірін соңғы рет көргеннен бері болған барлық оқиғаларды, соның ішінде Балумен қалай кездескенін қуанышпен айтып береді. Иә, жалғастырыңыз. Мен сізді қуып жетемін. Содан кейін қобалжыған бала тынысы тарылып, Бахираны Балу үңгіріне апарады және оған бал жинауға арналған барлық құрылғыларды, сондай-ақ олар сақтаған балдың көп мөлшерін көрсетеді. Алайда Бахира мүлде қуанбайды. Баланы джунглиде ерлердің айла амалдарын қолданғаны үшін ұрсады және оны адамдар ауылына баратын жолға жинауға асығады. Басқа амалың жоқ. Бұл жерде Балу араша түсіп, кеш екенін айтып, осы үлкен тапсырманы орындамас бұрын барлығына біраз ұйықтауды ұсынады. Багира Мауглиге келесі күні таңертең жолға шығуға дайын болуы керек екенін ескертіп келіседі. Түнде Балу мен Багира ұйықтап жатқанда, Маугли үңгірдің сыртынан біртүрлі көмек сұраған айқайды естіп, онда не болып жатқанын тексеруге барады. Біраз қашықтықты жүріп өткен соң, бала бұл дыбыстың шұңғырды қоршап тұрған пілдер үйірінен шыққанын байқайды. Маугли пілдерге ақырын жақындап келеді. Бірақ ол олардың алдында еңкейіп, оларға құрмет көрсеткенше, олар оған дұшпандықпен қарайды. Бұл оларды бірден тыныштандырады. Содан кейін Маугли шұңғырға ақырын жақындап, пілдің үмітсіздігінің себебі шұңғырға құлаған жас пілдің күшік екенін түсінеді. Маугли тез арада құрал жабдықтарының бір бөлігін алу үшін үңгірге қайта жүгіреді. Тез оралады және өзінің өнертабыстарын пайдаланып, жас пілді құтқара алады. Өйткені Бахира да, Балу да алыстан не болып жатқанын мақтанышпен бақылайды. Ол қайда? Содан кейін Бахира мен Балу Мауглидің жағдайын талқылайды және Акеланың қайтыс болғанын және Шерханның Мауглиді аңдып жүргенін білгеннен кейін Балу баланың джунглиден кету керек деп келіседі және Бахираның өтініші бойынша онымен сөйлесуді шешеді. Басқа амалды көрмей,
Мауглиді көндіргісі келген Балу кішкентай балаға жақындап, олардың достығынан бас тартқаннан кейін, оған тек бал керек екенін дөрекі түрде айтады. Ал енді оған қажеттінің бәрі бар. Ол джунглиден Бахирамен бірге кеткенді жөн көреді. Мен енді сенің қасыңда болғаныңды қаламаймын. Бұл баланың жүрегін жаралайды. Содан кейін Бахира мен Балу соңғы оқиғаларға байланысты баланың ең жақын ағашқа өрмелеп бара жатқанын сағынышпен бақылайды. Бірнеше минуттан кейін маймылдар Мауглиді қоршап алып, онымен сөйлесуге тырысады. Бірақ ол оларға тазалауды бұйырады. Өйткені оның жаңа достар табуға көңіл күйі жоқ. Содан кейін кенеттен жағдай қорқынышты болады. Өйткені маймылдар оны ұстап алып, оны басқа жерге тасымалдау үшін лақтырып жібере бастайды. Маугли не болып жатқанын түсінген бойда Багираға қоңырау шала бастайды. Ол пантераға да, Балуға да ескертеді. Олар маймылдардың соңынан еріп, қонуды жалғастырады. Қуғын сүргін жалғасып, екеуі Багира қорқатын өзенге жетеді. Балу мұны түсінеді және жаңа досына қолдау көрсетіп, оның арғы бетке секіруіне көмектеседі. Бұл уақытта маймылдар Мауглиді джунгли арқылы тез арада жартасқа апарады. Сонда олар оны жерге түсіріп, кішкентай ежелгі ғибадатхананың ішіне апарады. Содан кейін мен оны өзім анықтаймын. Басқа жерде Балу мен Багира жартастың түбіне жетеді. Бұл Балуды үрейлендіреді. Өйткені ол биіктіктен және жартастарға өрмелеуден қорқады. Алайда Балу өзінің қорқынышын жеңу үшін Мауглиге деген сүйіспеншілігін пайдаланады және Бахираның көмегімен шыңға жетеді. Ежелгі ғибадатхананың ішінде Маугли әртүрлі көне жәдігерлерге тәнті болып, орталық бөлмеге жол табуды тапсырады. Маймылдар оны қоршап алып, оны мұқият бақылап тұрғанда, Маугли оның қайда екенін және кенеттен пайда болған нәрсенің не екенін түсінуге тырысып, жан-жағына қарайды. Экскурсия жақын арада басталады. Кенет күтпеген жерден үлкен маймылдың қолы пайда болды. Оның артынан кішкентай баладан оның қай жағында екенін сұрайтын дауыс шықты. Ол оған табан-табан жемісін ұсынбас бұрын өзі шыққан джунгли туралы. Содан кейін Маугли пау-пау жемісінен ләззат алып жатқанда Луи есімді гигантопитектің дауысы шығады. Ол өзін бандар лог маймылдар тобының патшасымын деп мәлімдейді. Мені Луи деп атаңыз. Содан кейін Луи патша шығып, Мауглидің тұтқынға алынуының себептерін батыл айтып береді. Барлық адамдар от жағуды біледі деп сенген патша Мауглиден оған және оның тобына от жағуды үйретуді сұрайды және оның орнына балаға қорқатын барлық нәрселерден, соның ішінде шереханнан қорғауды ұсынады. Маугли от жағуды білмейтінін шынайы түсіндіруге тырысады. Бірақ оның сөздері жауапсыз қалады. Патша балаға өзінің империясында жетіспейтін және оны ұятқа қалдыратын жалғыз нәрсені көрсетпейінше, оны жібермейтінін құмарлықпен айтқан кезде, тарих кітаптарында оны ұлылардың ұлы деп атайды. Мұны естіген Маугли өзін бұрышта қалғандай сезінеді. Ол бұл ақылсыздықтан құтылудың қандай да бір жолы бар ма деп ойлайды және қасқыр отбасымен өткізген жақсы күндерін есіне алады. Содан кейін, бірнеше минуттан кейін, Мауглидің дұғалары жаңа ғана естілгендей, Балу серуендеп жүргенде әзіл айтып, өзін интрузивті етіп көрсетіп, барлық маймылдарды, соның ішінде патшаны таңғалдырды. Оны ұстаңыз. Балу жоғарыдан көтерілген көптеген маймылдарды сілкіп тастағаннан кейін, ол орталық бөлмеге кіріп, король Луи мен оның империясының көрінісіне таңғалады. Маугли таңырқай қарап тұрғанда, Балу маймылдардың назарын аударып, олардың өмір салтына тәнті болып, оны үйретіп, бандасына кіргізуін өтінеді. Барлық маймылдар, соның ішінде король Луи де Балудың абсурдтық өтінішін таңғалдырады. Маугли Багираның Балудың ерсі қылықтарын ғибадатханаға артқы есіктен кіру үшін қызыл майшабақ ретінде пайдаланып жатқанын көреді және мұның бәрі оны құтқару жоспарының бір бөлігі екенін түсінеді. Содан кейін Бахира Мауглиге олар қашып кетуі үшін оған абайлап жақындау үшін белгі береді. Бірақ Маугли мойын сұнып, үнсіз Бахираға жақындай бастағанда, маймылдардың бірі оны байқап қалады да, басқаларға бұл жағдай туралы ескертетін дабыл дыбысын шығарады. Мауглидің басқа амалы қалмады да, Бахираға қарай жүгірді. Ол оны артқы есіктен шығарды, ал Балу кірген жолмен жүгіріп шықты. Бандар Лога жерінде хаос болды. Өйткені барлығы Маугли, Бахира және Балуды қуып келе жатты. Біз оларды ұстауға тырысамыз. Король Луи ашуланып, ежелгі тағынан тұрып, шығуға қарай бет алды да, бұзушыларды қорқытады деп үміттенетін ескерту айқайын шығарды. Багира мен Балу Мауглиді қорғауға және көптеген маймылдармен күресуге бел буады. Ал бала өзін құтқару үшін жартастың шетіне қарай жүгіреді. Алайда, король Луи Мауглидің қимылдарын байқап, оны қуып жету үшін жүгіріп өтіп, оның жолын алдынан жауып тастайды. Кішкентай баланы көргенде, король оған тағы бір рет қорғауды ұсынады және оны пайдалануды ұсынады. Өйткені оны қауіптен құтқару үшін жүгінетін ешкімі жоқ. Атышулы Шерехан. Ренжіген Маугли қасқырлар тобына қайта оралып,
Луи патша оған Акераның өлімі туралы хабарлағанға дейін, және мұның бәрі оның кесірінен болғанын еске салғанға дейін, олармен болатын барлық нәрселермен бетпе-бет келуге шешім қабылдады. Бұл сіздің арқаңызда болса керек. Маугли патшаға сенбейді, және ол жай ғана оның назарын аударуға тырысады деп күдіктеніп, тұтқынға түспеуге тырысады. Маугли ғибадатхананың жертөле құрылымына кіріп, патшаның назарын аудару үшін бағандарды айналып жүгіреді. Ол кішкентай кеңістікке кіріп, баланы іздеуді жалғастыра алады. Оған джунглиді басқаруда серіктестік орнатуға уәде берді. Сонымен қатар, кешенде Бахира мен Балу көптеген маймылдармен күресуді жалғастыруда. Маймылдарды тыныштандырамын деп үміттеніп, Балу қорқынышты гүріл шығарады. Бұл жағдайды біраз уақытқа ғана тыныштандырады. Ғибадатхананың жертөлесінде Маугли жүгіруді жалғастыруда, ал патша оны жертөленің кішкентай бағандары арқылы қуып келе жатқанда, оның үлкендігіне байланысты оларды жолда толығымен сындырып алды. Содан кейін Маугли есікті тауып үлгереді де, патша оны ұстап алғанша өтіп кету үшін өз өмірін сақтап қалады. Ол үмітін ақтай алады және ғибадатхананы қолдайтын барлық бағандарды қиратып, оның үстіне құлап кетеді. Кешендегі барлық адамдар апатты көргенде шошып кетеді. Багира мен Балу Мауглиді іздеуге аттанады. Ал маймылдар оны тазартып, патшасын құтқарамыз деген үмітпен орманға қашып кетеді. Содан кейін Багира мен Балудың үлкен жеңілдігі үшін Маугли оларды ағаштың басынан шақырып, оның жақсы екенін білуге мүмкіндік береді. Бірақ олар бақытты түрде қайта қосылмас бұрын Маугли дуэттен Акараның өлімі туралы естігені рас па деп сұрайды. Бұл рас па? Және ол мұның рас екенін ғана емес, сонымен бірге дуэттің бұл туралы білетінін және одан жасырып жүргенін түсінгенде қатты күйзеледі. Қайғы мен кінәні сезінген Маугли ессіздік тым ұзаққа созылды деп шешіп, адамдар ауылына жалғыз қашып кетті. Бахира мен Балу оны табуға тырысқанда нәтиже болмады. Бұл кісінің ауылына жету үшін Мауглиге бір күн қажет. Ол жерге жеткенше қараңғы түсіп, адамдар бір-бірімен араласып, оттың айналасына жиналды. Басқа жерде Багира мен Балу джунглиде Мауглидің ізін кеш іздейді, бірақ сәтсіздікке ұшырайды. Өйткені кішкентай бала іздерін жабуға қамқорлық жасады. Оның ізі де қалмады. Маугли ауылға жасырын кіріп, алауды ұрлап, күтпеген жерден джунглиге оралады. Джунгли жануарлары алыстан олардың үйіне жақындап келе жатқан жалынды көріп, оларды іздеуге бір адам келді деп ойлайды. Дүрбелеңге түсіңіз, өйткені өрт джунглидің барлық тұрғындары бірдей қорқатын және аулақ болғысы келетін жалғыз нәрсе. Кеттік. Ракша төбелердегі жалынды көріп, өз отарына және басқа жануарларға өзенге қарай жүгіруді бұйырады. Осылайша олар ең нашар жағдай орын алса, аман қалуы мүмкін. Содан кейін Маугли джунглиге жетеді. Ал орманда жүгіріп келе жатқанда, ол кездейсоқ от жағып жібереді. Бала одан кейінгі апаттан бейхабар төбелерге қарай жолын жалғастырады. Маугли төбелерге жеткенде, бір кездері достары мен отбасы деп атаған жануарлардың бәрі қолындағы оттың кесірінен одан қорқатынын көріп, шошып кетті. Бұл Маугли ме? Маугли бұл ойды бір жаққа тастап, Шерханды шақырады. Ал енді одан қорықпайтынын айтқаннан кейін, оны барлығының көзінше дуэльге шақырады. Содан кейін Шере хан Мауглиді сындырудың ең жақсы әдісін ойластырып, барлығына олар өсірген адам баласының бәрі менсінбейтін қатыгез адамға айналғанын және оны өз теориясының дәлелі ретінде пайдаланып жатқанын айта бастайды. Содан кейін опасыз жолбарыс Мауглиге және басқа жануарларға адам баласы жасаған отты қарауды бұйырады. Және ол Мауглидің болашағын болжаған жалғыз адам болғанына қуанғаннан кейін, ол кішкентай баланы олардың үйін қиратқаны үшін айыптайды. Ол байқаусызда жасаған өрттен шошып, жануарларды өзінің солардың бірі екеніне және оларға ешқашан зиян тигізгісі келмейтініне сендіруге үміттеніп, Маугли жалынды өзенге лақтырып, өз орнында тұр. Шере хан мұны тағы да өз пайдасына пайдаланып, Мауглиге жауға қарсы жалғыз қаруынан бас тартқаны үшін, ақымақтығы үшін күледі. Бұл сіз жасай алатын ең ақымақ нәрсе болды. Жолбарыс Мауглиге оның өзін қорғауға мүмкіндігі жоқ адам екенін және енді сенетін достары жоқ екенін еске салады. Джунгли өртеніп кеткеннен кейін, жолбарыс қиындықты қабылдап, баламен төбелесті. Содан кейін, ол Мауглиге қарай бет алған кезде, Балу бастаған жануарлар бірігіп, джунгли заңына сілтеме жасай отырып, баланы қорғауға келді. Шере хан шабуылға дайындалып жатқан сәтте, Балу Мауглидің алдынан секіріп, зұлым жолбарыспен күресе бастайды. Содан кейін шайқас қызып жатқанда, Ракша барлық қасқырларға Шере ханға шабуыл жасауды бұйырады. Ал Маугли жолбарысқа қарай жүгіріп бара жатқанда, үйірге қосылады. Алайда Багира Мауглиді тоқтатып, оның қасқыр емес екенін еске салып,
оған Шер ханмен ер адам ретінде күресуге кеңес береді. Және Маугли дайын болғанша жолбарысты ұстауға уәде береді. Онымен ер адам ретінде күресіңіз. Шер хан мен қасқырлардың арасындағы күрес күшейіп, барлық басқа жануарлар қолдарынан келгеннің бәріне көмектесу үшін оларға қосыла бастайды. Алайда Шер хан Мауглидің отқа жүгіріп бара жатқанын байқап, жануарлардың жай ғана оның назарын аударуға тырысып жатқанын түсінеді және жалғастырмас бұрын олардың барлығын сілкіп тастайды. Оның баланы бақылап отыру тәсілі. Багира оқиғаның осылай өрбігенін байқап, Шер ханды уәде еткендей ұстауға шешім қабылдады. Оның соңынан жалғыз өзі еріп, оған шабуыл жасады. Бұл жолбарысты кешіктіріп, Мауглиге өте қажет уақытты береді. Содан кейін Шер хан Багираны тыныштандырып, оны мақсатты түрде отқа қарай бет алған кезде оны тастап кетеді. Сонымен қатар, оттың ішінде Маугли осы уақытқа дейін жинаған джунгли туралы барлық білімдерін пайдаланады. Ағаштардың арасына секіріп саяхаттайды және жолбарыс арқылы жеңуге көмектесетін әртүрлі құрылғыларды құрастыра алады. Шер хан оттың қасына келіп, Мауглиді мазақ ете бастайды. Ол оған тиесілі емес екенін айтып, оны ешқашан қартаюына жол бермейтінін айтып қорқытады. Содан кейін жолбарыс Мауглидің артынан ағаштан ағашқа қарай жүреді, бірақ оны жеңіл жарақаттай алады. Содан кейін Маугли дайындықтарын аяқтап, Шер ханды оны ұстап алуға мүмкіндігі бар екеніне сендіру үшін қадамын баяулатады және ренжіген жолбарысты ескі құрғақ ағашқа апарады. Шер хан баланың соңынан бұтаққа қарай жүреді де, ол жақындаған кезде оған шабуыл жасау үшін секіреді. Бірақ Маугли өрмелеп шыққан бұтақтың үстіне қонады. Сондықтан ол жолбарыстың салмағын көтере алмайды. Жоспарланғандай, бұтақ Шер ханның салмағымен бүгіліп, жолбарыс отқа құлап өледі. Ал Маугли өзі салған әткеншекке секіріп, аман қалады. Осыдан кейін Маугли жанып жатқан джунглиден шығып, төбелерге қарай жүре береді. Әрі қарай не істеу керектігін, өзі жасаған және үйін қиратқан өрт туралы ойлайды. Содан кейін, күтпеген жерден, Маугли өзінің қарызын өтеу үмітімен өзіне жақындап келе жатқан құрметті пілдер тобын көреді және ол құрметпен тағзым етеді. Осы уақытта Шер ханмен төбелесуден шаршаған жануарлар өзеннің айналасына жиналып, ортақ үйінен айырылғанына қайғырып, Мауглидің пілдерге мініп келе жатқанын көргенше. Бұл менің ұлым. Содан кейін жануарлар не болып жатқанын қорқынышпен бақылап отырғанда, пілдердің дерін өзен арнасын өзгерту, оны өртке бағыттау және сөндіру үшін пайдаланады. Бұл джунглиді барлығының көңілінен шығу үшін құтқарады. Осыдан кейін бәрі өз орнына келеді және джунгли өзінің сән салтанатын қалпына келтіреді. Маугли Багирамен жаттығуды жалғастыруда. Сонымен қатар жас қасқыр күшіктерін жаттықтырады. Ал Балу одан көп күш жұмсауды талап ететін барлық физикалық күш-жігерді әрең көтереді. Күндіз джунглиде жаттығу жасап, ойнағаннан кейін Маугли, Багира және Балу кешке төбелердің жанындағы ағашқа өрмелеп шығады. Ал қасқырлар джунгли заңын оқып жатқанда оларға қосылыңыз. Ракша бастаған. Маугли қандай жағдай болмасын және күшті жаумен күресте жеңіске жетті. Егер олардың барлығы жалғыз күресуге тырысса, барлығын біріктірді немесе басқаша түрде жеңді. Зұлым Шер хан олардың әрқайсысын жеңіп, жойып жіберер еді. Бұл сүйіспеншіліктің, бірліктің және өзара сыйластықтың кез келген жауды жеңу үшін ұзақ жол жүретінін көптеген жолдармен дәлелдейді. Жау Шер хан сияқты материалдық ма, әлде өзімшілдік, қызғаныш және өзін өзі сүю сияқты оларды қозғаушы материалдық емес факторлар ма?